Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Қағбаны қайта салуы. Мұхамбет 35-ке толғанда мынандай оқиға болды. Құрайыштар Қағбаның тозған қабырғасын қайта жөндеуді ойға алды. Қай рудың қай дуалды бұзатыны жеребе арқылы анықталды. Жұмыс жүріп жатқанда ғайыптан бір айдаһар келіп түсті. Жұрт қорқып кетіп қашуға айналды. Мұхамбет қана бұлқ етпестен тұра берді. Сол кезде көктен бір самұрық құс құлдилап келді де айдаһарды желкесінен бүріп алып ұшып кетті. Шошынған жұрт мұның мәнісін Мұхамбеттен сұрады. Ол: "Мен білсем, бұл ұлы бірлікке байланған қайырлы тірліктің нышаны. Айдаһар біздің басымызды жұтуға айналған алауыздықтың белгісі. Ал оның арамыздан аласталуы ынтымақты күндердің жақын қалғанын меңзейді", деді. Жұмыс қайта жалғасты. Осы арада хикметті тағы да бір оқиға болды. Мінезі момындар Қағбаның кірпіштерін қиынсынбай таси берді. Жүрегінде қыңырлық дерті бар кейбіреулер кірпіштерді бұза алмай қара терге түсті. Оларға ақжүрек адамдар жәрдемге келді. Қабырға қайтадан қаланар кезде саз балшық үйлеу басталды. Қайнаған жұмысқа Мұхамбет те бел шеше кірісті. Ол балшыққа түспек болып балағын тізеге дейін түре беріп еді, бір тегеурінді қол білегінен қысып ұстай қалды. Бұл келген Жебірейіл періште еді. "Әй Мұхамбет, балағыңды түсір, Тәңірі саған жалаңаш жүруге тыйым салды. Балтырың да ашылмайтын болсын", деді ол нық дауыспен. Мұхамбет балағын дереу түсірді. Хажарул Асуат, яғни қара тасты орнына қоятын жерге жетті. Әдетте бұл тасты Меккенің ең беделді тайпа көсемдері ғана қол тигізіп ұстайтын. Бұл жолы тасқа келгенде талас басталды. Әркім өзінің ата-бабасын ұлықтап даурыға бастады. Дау өршіп дұшпандыққа қарай бет алды. Сол кезде Уәлид есімді Құрайыш, кімде-кім бірінші болып Баб-Бадишаба қақпасынан өтсе, сол шешімін айтсын, соған тоқтайық, деді. Барлығы осы сөзді қабыл көрді. Қақпадан Мұхамбет бірінші болып кірді. Елдің бәрі: "Мұхамбеттен асқан әділетті жан жоқ, шешімін сол айтсын", десті. Сол кезде Мұхамбет шапанын шешіп жерге жайды. Үстіне тасты әкеліп қойды да: "Әр рудан бір-бір адамнан шықсын, шапанның шетінен ұстап көтерсін, сонда бәрі де көтерген болып саналады", деді. Бұл шешім бәріне ұнады. Бәрі шапанын ұстап тасты қағбаға кіргізді. Тасты орнына қоятын кезде: "Әй Мұхамбет, бұл даудың үкімін өзің шештің, енді тасты да орнына өзің қой, біз соған қошпыз", десті. Хажарды Мұхамбет көтеріп алып құтты орнына қондырды. Бәйтулланың дуалдары түгел қаланып бітті. Назарларыңызға көп рахмет. Жалғасы бар. Оқыған Перизат Әділқызы. Арнаны қолдап, достарыңызға таратып, подписация батырмасын басып кетіңіздер. Көп рахмет.